Салтанат ханым, айтыңызшы, жалпы еркектің басын төргеде көргеде сүйрейтін әйел деген ұғымды біз қазір дұрыс қолданып жүрміз бе? Қалай ойлайсыз? Өте керемет тақырып қозғадыңыз. Жалпы енді бұндай мақалдарды қазақ атамыз бекер айтпаған ғой. Бірақ қазіргі заманауи кезде бұл мақалды барлық еркектер бір өзіне ыңғайлы етіп жасап алған сияқты. Себебі сенің өзіңнің тағдырыңды басқа біреуге іліп қойған деген өте дұрыс емес нәрсе ғой. Сондықтан андай еркектер көп болып кетті да. Бүкіл ответственность әйелдерге іліп қойып, жаңағы үй шаруасы болсын, мал табу жағынан болса да әйелге байланысты деп көбісі сондай болып кетті. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Ыңғайлы бір адам, всегда бір крайний адам болу керек дейді ғой. Мүмкін сондай сияқты қылып іліп қоятын шығар әйелге, бірақ ол дұрыс емес деп ойлаймын. Әркімнің өзінің басы бар, әркімнің өзінің миы бар. Ешкімнің тағдырына жауап беру міндетті емес, және оны басын көрге де төрге де сөретіндей ешкім міндетті емес деп ойлаймын.